біз үшін, еліміз үшін 16 желтоқсан өте маңызды дата болып саналады. Тәуелсіздік алғанымызға биыл міне 33 жыл толып отыр. Алайда бір әттеген ай дейтін бір мәселе бар. Жыл сайын 30 жылдан ассақ та біздің тәуелсіздік мейрамымыз жаңа жылдың көлеңкесінде қалып кете береді. Бұған не себеп? Жалпы халықтың санасына ол соншалықты сіңіп қалған ба, жоқ әлде біздің билік тарапынан бұл мерекеге айтарлықтай көңіл бөлінбей ме? Бұның бірнеше себебі бар сияқты. Бірінші себебі, біз кеңес үкіметінен қалған мейрамдардың бәрі сақталып қалды. Халықтың миында сақталып қалды. Екіншіден, бұлардың деңгейі. Мемлекет үшін тәуелсіздік күні ең жоғарғы мейрам болу керек та. Ол бәріміз түсінеміз. Барлық елдер солай қабылдайды. Бірақ бізде сол уақыттарда жаңа жылға деген бір қарсы алудың басы басталып кетеді да. Сол уақыттарда халық әлі күнге дейін тәуелсіздік деген не екенін түсіне қоймаған халық. Шындығында да тек қана шартты түрде ғана тәуелсіздік деген сөз бар да, ал шындығында да сол тәуелсіздіктің жемісін көріп отырмыз ба деген тағы басқа екінші мәселе бар ғой. Сондықтан негізгі көңілдері сол қашан жаңа жыл болады, соған дайындықтың бәріне кетеді. Екіншіден, мемлекеттің өзі оны дүркіретіп өткізбейді. Мемлекеттің өзі оған бір ерекше жағдай жасалу керек та, шындығында да болмағандай, оған бөлінетін қаржы, оған деген дайындық, сол вақыттардағы сол тәуелсіздік үшін күрескен адамдарды құрметтеп, оны мен біреуін де көріп отқан жоқпын. Мысалы, қазір ескерткіштер қойылып жатыр ғой, Заманбекке қойылып жатыр дейді, қанша жыл облыстың партиясын басқарған, Алтынбекке қойылады дейді, 10 жыл министр болған, тағы да басқа жаңағы адамдардың бәріне қойылып жатыр. Бірақ тәуелсіздік үшін күрескен Михаил Иванович Есенәлиевке, Сәбетқазы Ақатайға, тәуелсіздік деп алғаш ұйым құрған, бастарын өлімге тіккен Хасен Қожахметке керек десеңіздер рахмет айтылмайды тәуелсіздік күні. Мен оны ашық айтайын сіздерге. Енді біздегі 25 қазанға көшірдік қой. Сол уақыттарда Хасен Қожахмет қазір көзі тірі, 75 жыл бір сотталған, тәуелсіздік жеке мемлекет боламыз деп. 86 жыл тағы бір сотталған, ондай адам жоқ. Оған рахмет айтылған жоқ, әңгіме награданың беру туралы да. Соқтан тәуелсіздік дегеніміздің өзі қандай деңгейде деген мәселе бар да. Соқтан мен ойымша осылардың бәрі айналып келген уақытта тәуелсіздік мейрамы шартты түрде айтылып өтіледі, бірақ өз деңгейінде Қазақстанда бір дуылдатып мереке себінде өтпейтін себебі сол. Жалпы сіз айтып отқан жаңа қоғам қайраткерлерін қазіргі біздің жас поколение, жас ұрпақ оларды тіпті танымайды да деуге болады. Себебі олар тарихта жоқ. Кезінде тарихта, мысалы 96 жылдары біздер бар тұғынбыз. Біздер деген уақытта біздердің ұйымдарымыз, Азат қозғалысы, Желтоқсан ұйымы, Қазақстан социал-демократиялық партиясы деген тарихта бар. Мен оны өз көзіммен көрдім. Бүркіт аяғын жазған тарихта. Қазір мен ойымша олар тарихта жоқ. Жайлап біртіндеп 90 жылғы тәуелсіздік үшін күрес, енді біз тәуелсіздік әңгімесін айтып отырмыз ғой. Сол уақыттардағы күрескен азаматтар қатты тарихтан мүлдем өшіріп тастады. Олар жоқ. Оның орнына сол уақыттардағы сол метрополия қызмет еткен, Москваға, Кремльге қызмет еткен адамдар билікті алғаннан кейін солар герой болып шықты. Бұған не себеп? Бұған біздің сонда себебі билікте сол адамдар қайталап тұр. Билікте сол топ тұр. Мысалы, коммунистік партияның басшысы болған Назарбаев бір күннің ішінде Қазақстанның президенті болып шыға келді. Ал коммунистік партияның жасаған қылмыстары соншалықты партияны өздері жапты олар. Керек десеңіздер, сол партияны 91 жылы 3 қыркүйекте өздері жабуға тура келді. Өйткені анандай партияның мүшесімін деп айтуға беттер шыдамады да, өздері жапты. Бірақ соны басқарған адамдар қайталап билікті алып қойды. Сөйтті де айтты, ойбай, партия жоқ, кешіріңіздер, біз жаңадан келген адамдармыз деген сияқты. Сол адамдар әлі күнге дейін отыр, олар ұлттық мәселені қатырған жоқ, шынын айту керек. Біздің тәуелсіз мемлекет есебіндегі Ресейден алыстап өзіміздің жеке саясатымызды жүргізу мәселесін жасаған жоқ. Қысқасы, тәуелсіздік алғаннан кейін біздер осы уақытқа дейін көтерілген ұрандар, бағдарламалар бар, Алаштың ұрандары, Желтоқсандағы көтерілген сөздер, осылардың бәрін жүзеге асырған жоқпыз. Сондықтан тәуелсіздіктің бар ма жоқ па деген бір сұрақ туады да кейде. Жалпы жыл сайын мемлекеттік бюджеттен осы өңірлерге шырша құруға бірнеше миллиондап қаржылар бөлініп жатады, бірақ елімізде өзге ешбір мерекеге ондай қаржы бөлінбейді. Тіпті біздің Наурызға да діни мереке, мысалы ораза айт болсын, құрбан айт болсын, одан бөлек мемлекетімізге өте маңызы бар мейрамдар, жаңа республика күні, конституция күні, тілдер мерекесі деген нәрсеге. Жалпы бұған
қандай шаралар қолдану керек деп ойлайсыз? Енді былайда ол ақшаның бөлінісіне ең бірінші мәслихат мәжілісте жауап береді. Мысалы қалада, мысалы Алматы қаласына осынша нетудің бәрі енді мәслихаттың қолынан өтеді. Біз кейде әкімге ренжи береміз ғой, шындығында да мәслихат енді халықтың өкілдері ғой, солар бақылау керек та. Шындығында солар айту керек та, неліктен осынша ақша бөлеміз деген сұрақты, осы сенің сұрағыңды кез келген депутат дейміз ба, қалалық мәслихаттың мүшелері осылар қою керек, осылардың аузында, осылардың ойында болу керек те. Өйткені бұны барлығы айтып жатыр, осы уақытқа дейін талай рет осы мәселе көтерілді. Шындығында да неліктен бұл менің ақшам, бұл сенің ақшаң. Біздің салықтан түскен ақшамызды неліктен оған шырша құру керек? Шыршаның қандай қажеті бар қазақ халқына, Қазақстанға? Не үшін деген сұрақты, мысалы осыны менің ойымша, не қалалық әкімшілік, не президент, не басқалар менің ойымша қоймайтын сияқты. Өйткені біз баяғы екпінмен келе жатырмыз да, бұрынғы совет үкіметі кезінде не болды, соның бәрі қалды. Кейбір жерінде атын ауыстырдық. Мысалы, еңбекшілердің ынтымақ күні дегенді Қазақстанның халқы күні деп, мысалы 1 мамырды атын ауыстыра салды да, бір ойын сияқты, баланың ойын сияқты, біреуді алдаған сияқты. Бірақ анау күн қалу керек олар үшін. Құдайға шүкір, әйтеуір 7 қарашаны тойламаймыз. 7 ноябрь баяғыда оғанда парад болатын еді ғой, кеңес үкіметі кезінде. Қысқасы бұрынғы ұлықтаған күндердің бәрі сол уақытында қалды. Басқа елдер өзгертіп үлгерді. Олар үшін тәуелсіздік күні, олар үшін ең күшті мейрам, соған ақша бөледі. Қысқасы жаңағыда салыстырсақ, менің ойымша, жаңа жылға бөлетін ақша, шындығында да наурызға бөлетін ақшамен тең бе деп біреуміз мәселе көтерсек та, шынымен тең бе? Егер қанша жаңа жылға ақша бөлсеңдер, сонша наурызға ақша бөліңдер. Жоқ, ондай нәрсе жоқ та бізде. Сондықтан бұның бәрін өзіміз бөліп отырмыз. Бізге ешкім жоғарыдан, не дейміз, жаңағы басқа жақтан келіп, мынандай жаса деп отқан жоқ, бұны біз өзіміз жасап отырған. Демек, өзімізге сұрақ қояйықшы осыны. Өзіміз осыны өзгерте аламыз ба? Себебі біз тәуелсіздік алған елміз ғой, өзіміз өзгертейік онда. Осы тұста сіздің сөзіңізбен толықтай келісуге болады. Көп тұста біз билік деп биліктігін әлейміз десек те, қазір жастардың арасында болсын, үлкен кісілердің арасында болсын, екі сөздің біріне орыс тілін қоспай сөйлей алмаймыз, иә. Тіпті орысша қоспай сөйлеу біз үшін бір мүмкін емес жағдайдай көрінеді. Бұған тіпті кейбіреулер дұрыс көзқараспен қарайды. Бізге ол қанымызға соншалықты сіңіп кеткен бе, және біздің халық неге орысша білмесе, немесе дұрыс сөйлей алмаса ұялады? Бұл шындығында да орыс тілінің сіңіп кеткені. Өйткені 70 жылдың ішінде, оның алдында енді бір 200 жыл тағы да отар болдық қой. Совет үкіметі кезінде тағы 70 жыл. Осының бәрінде бізге орыс тілін тықпалады. Орыс тілінсіз өмір жоқ екен. Орыс тілі қажеттілікке айналды да. Сондықтан біз бірақ енді одан бері 30 жыл өтті ғой. Орыс тілінен арылатын кез келді ғой. Бірақ біз алғашқы заң шығарған күннен бастап орыс тілін қазақ тілінің қатарына қойып қойдық. Бізде шындығында да қос тілділіктің заңы. Енді тек қана сөз бар, мемлекеттік тіл қазақ тіл деген статустың сөзі. Бірақ қолданысқа келген уақытта орыс тілі қазақ тіліменен барлық жерде қатар қолданылып жүр. Басқа ешқандай емес те. Ал әр уақыттарда соцлингвистикада, мен өзім соның маманымын, әлеуметтік лингвистиканың, егер жаңағы күшті тіл деп айтайық, жаңағы көп қолданылатын тіл, және нашар тіл деп айтайық, әлсіз тіл, екеуі қатар жүрген уақытта күшті тіл әлсіз тілді жеп қояды, жойып жібереді. Орыс тілі қазақ тілін жайлап жоя бастады. Демек, орыс тілінен арылып, орыс тілін қолдануды шектеу арқылы ғана біз қазақ тілін көтере аламыз. Бірақ бізде осы бағытта ешқандай жұмыс жасалған жоқ, және жасалатын түрі жоқ. Қайта керек десеңіздер, осы соңғы 3-4 жылдың ішінде орыстану мәселесі қайталап көтерілді, қайталап онан сайын қанатын кең жайып келе жатыр.